Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Мен сіздерді жақсы көрем. Сыңғырлаған дауысты естіген сайын адамның денесін тітіркенеді. Бұл дауыс Кенжегүлдің ән айтқан сәттері. Ауылдағы үлкендер оны әрдайым құрметтеп, арнайлап алдыртып ән салғызатын. Ол домбырасын қолына алып, ерекше сезіммен ән айтқанда, тыңдаушылардың жүрегі елжіреп, жан дүниесін терең бір күйге бөлейтін. Кенжегүлдің дауысы табиғаттың бір бөлшегіндей еді. Таза, шынайы, асқақ. Ән салған сайын оның дауысы көктемгі самал желдей құлаққа жетіп, адам жанын тыныштыққа бөледі. Әсіресе ауылдың кешкі самалында оның әні алыстан естілгенде, бүкіл табиғатта бірге тербелгендей болатын. Жаңғырыққан дауысы тау-тасты аралап, бірден ауылға жайыла кететін. Ән салғанда бір сәтке бәрі ұмытылып, тек оның әні ғана уақытты тоқтатып тастайтындай сезілетін. Кенжегүлдің өмірі әнмен өрілген. Бала кезінен домбыраны қолына алып ән айтып жүрді. Әжесінен естіген көне күйлерді тыңдап, қазақтың байырғы әндерін үйреніп өсті. Әжесі де ауылдың бір кездері атақты әншісі болған. Бірақ өмірдің қиындықтарына қарамастан, ол әуен мен әнді ешқашан тастаған жоқ. Әжесінің осы мұрасын жалғастырған Кенжегүл, ерекше талантымен ауылдың ғана емес, көрші елді мекендердің де назарын аудартқан еді. Кенжегүлдің әні жай ғана дауысты әуенге салу емес. Оның әрбір сөзі жүректен жүрекке жетіп, тыңдаушыны ойға салып, еріксіз мұңды, не қуанышты еске түсіретін. Бірде ол қайғылы әндерді орындағанда көзге еріксіз жас келсе, енді бірде жігерлі әндерді шырқап, тыңдаушыларды рухтандыратын. Оның әндері әртүрлі көңіл күйді қамтып, тыңдаушыны өмірдің түрлі сәттерімен қауыштыратын. Ауыл тұрғындары үшін Кенжегүлдің әндері ұмытылмас сәттерге толы еді. Әсіресе қыстың ұзақ түндерінде ауылдың ақсақалдары мен апалары жиналып, ошақ басында оның әнін тыңдап, ескі естеліктерді еске түсіретін. Жастар да оның маңайынан кетпей, үнсіз тыңдайтын. Олар үшін бұл ән өмірге деген үміт пен шабыт сыйлайтын ерекше сәт болатын. Бір күні Кенжегүлдің дауысы тек ауыл тұрғындарының ғана емес, басқа да өңірлердің құлағына жетіп, ол танымал бола бастады. Бірақ Кенжегүл ешқашан ауылдан кетуді ойлаған жоқ. Ол үшін бастысы туған жерінің кең даласында, өз ауылында ән айту. Ол мұны жүрегімен сезінетін, өйткені нағыз шабытты сол жерден алатын. Кенжегүл ауылда туып өскен, сұлу әрі көрікті, әнге құштар жас қыз. Оның 16 жасы той думанға толы, армандармен шымшыланған кезеңі еді. Ән шырқағанда оның дауысы ауылды жарқыратар еді, әрбір кеште ән айтқанын тыңдауға жұрт жиналатын. Бірақ оның өмірі күтпеген жағдаймен өзгерді. Ауылдағылар Кенжегүлдің сұлулығын, әнге деген қабілетін жоғары бағалайтын. Жастар арасындағы махаббат хикаялар да көп еді, бірақ Кенжегүл үшін бәрі басқаша болды. Бір күні ауылдағы Наурыз мерекесінде өзінен үлкен, танымал жігіттің назарын аударды. Ол Аманжол, елдегі дәулетті отбасылардың бірі. Аманжол Кенжегүлді бірден ұнатып, оған жақындап әңгімелесуге тырысты. Кенжегүл де оған қызығушылық танытты, бірақ оның жүрегі тек ән айтумен айналысуға арналған еді. Бірақ ауылдағылар үшін Кенжегүлдің жастығы мен сұлулығы тек алдағы бақытты өмірдің бастауы болар еді. Аманжолдың үйіндегі үлкендер қыздың ата-анасымен сөйлесіп, алып қашу мәселесін көтерді. Кенжегүлді не ойлап, не сезгенін ешкім білген жоқ. Сүйіспеншілік, азаттық, болашақ бәрі оны мазалаған. Сол күні кеште Кенжегүлдің үйіне Аманжолдың достары мен туыстары келді. Кенжегүлдің ата-анасы ол жерде жоқ еді, ал ол жас қыз үйде жалғыз отырған. Оны бір топ жігіт алып, ауыл сыртындағы ескі үйлердің біріне алып кетті. Кенжегүл қарсыласуға тырысты, бірақ ауылдағы дәстүр мен намыс қызды жасытуға мәжбүр етті. Оны алып қашу, намыс, ал қайта оралу ел алдында масқаралық болатын. Сол сәтте Кенжегүл өз тағдырын, армандарын, әндерін артқа тастап танымайтын жанның жары болды. Кенжегүл келін болып түскен күннен бастап ақ ауылдың тыныс тіршілігіне бейімделуге тырысты. Оның сазды үні, домбырамен шырқаған әндері көпшіліктің көңілін көтеріп, жүректеріне жылу беретін. Ауылдағы той-томалақтарда, қонақтықтарда барлығы Кенжегүлдің өнерін тамашалап, ән салуын өтініп жүрді. Тіпті үйдегі қонақтар да
Келін шырақ бұрынғыдай әу дейтінің бар еді ғой. Шырқап жіберші деп жиі сұранатын. Бір күні кешкісін, кезекті қонақтықта үлкендер жағы ән айтуын сұраған кезде, Кенжегүл ештеңе ойланбай домбырасын қолына алды. Оның жаны әнге толы еді, ән арқылы ғана ол өзінің ішкі сезімдерін жеткізе алатын. Домбырасын шертіп, алғашқы күмбірлеген дыбыстарды шығарып, өз даусымен әнді бастай бергенде, кенеттен оның күйеуі, Аманжол, есікті ашып, іштегі тыныштықты бұзды. Қонақтардың бәрі аң-таң болып қалды. Кенжегүл күйеуінің ызғарлы көзқарасын байқап, қолындағы домбыраны босата алмай қалды. Ол жақындап келіп, ештеңе айтпай, Кенжегүлдің бетінен шапалақпен тартып жіберді. Бұл жағдайдан еш жия алмай тұрған Кенжегүлге қарамай, күйеуі қолындағы домбырасын жұлып алып, еденге қатты соғып, сындырып тастады. Қонақтар үнсіз қалды. Үйде іштей қарсылықпен үрейден тұншыққан үнсіздік орнады. Бұдан былай шегіртке сияқты ыңылдауыңды қоясың, ұқтың ба? Деп қатты, суық дауыспен күйеуі Кенжегүлге қатал ескерту жасады. Бұл сәтте Кенжегүлдің жүрегі жарылып кеткендей болды. Өміріндегі ең қымбат дүние әні мен домбырасы еді. Бірақ қазір ол мұның бәрінен айырылғандай күй кешті. Қонақтар орындарынан тұрып үнсіз тарай бастады. Үй іші қараңғылыққа бөленіп, Кенжегүл өз бөлмесіне қарай аяғын әрең басып бет алды. Жастыққа басын төсеп жылап алды. Сол сәтте ашуы әлі де басылмаған Аманжол бөлмеге кіре сала белбеуімен 16 жастағы әйелін сабай жөнелді. Құтқаруға ешкім келмеді. Тек атасы бөлме сыртында. Әй бала, келінге тимеші. Жазым болар деп жаны ашып барады. Бірақ Аманжолдың қатты мінезін ешкім тоқтата алмайтын. Керек десе әкесінде қосып сабауға бар. Алғашында Аманжолдың ашуынан қорқып үндемейтін. Қатал сөздер мен дөрекі қылықтарды жай қабылдап жүрді. Бірақ уақыт өте келе Аманжолдың қол көтеруі үйреншікті әдетке айналды. Қызыл ала қан болып көзінен жас парлап шыққан күндер де болды. Мүмкін бұл уақытша шығар. Мүмкін өзі түсінетін болар. Деп ойлап бәріне көнді. Кенжегүл бір күні бәріне шыдамай әкесінің үйіне барды. Жүрегі ауырып әкесі түсінеді деп ойлады. Бірақ ол күтпеген жауап естіді. Әкесі оны суық қабақпен қарсы алып сөзін кесіп. Таяқтан ешкім өлмеді. Өлсе шешең өлер еді. Өз шаңырағыңа бар. Сүйегің сол жақтан шықсын. Деп еш аяусыз қайтарып жіберді. Әкесінің бұл сөздері Кенжегүлдің жүрегіне найзадай қадалды. Ауыр соққыдан кейін қайта тұрғызылғандай болды. Туған әкесінің де қолдауы жоқ екенін түсінген сәтте, ол өзін мүлдем жалғыз сезінді. Көңілін жыққаннан гөрі, бұл сөздер оны мәңгілікке үмітсіз етті. Кенжегүл күйеуінің үйіне қайта оралуға мәжбүр болды. Басына қайғы толып, үйге келгенде Аманжолдың көздерінен жек көрушілік пен суықтықты көрді. Бұл менің тағдырым ба деп ойлады ол, ішіндегі нәзік үмітті әлсіз ғана қытықтап. Өмірдің бұдан да басқа мүмкіндіктері барын сезінгендей болды. Бірақ қайда барса да, ол бос қайғы мен үмітсіздіктен алысқа кетер жол таппай жүрді. Бірнеше ай өтті. Аманжолдың қорлығы әлі жалғасып, Кенжегүлдің өмірі үнемі жылаумен өтіп жатты. Қайынсіңлісі бойжеткен ұзату тойына дайындалып жатты. Ол кездері ұзату тойын көп адам жасай беремейтін еді. Қайынсіңлісінің ұзату тойында Кенжегүл бұрынғыдай емес, өзін еркін ұстап, бәріне мүлдем өзгеше күйде көрінді. Бәрі қонақтармен қуанысып той думанға толы еді, бірақ Кенжегүлдің ішінде баяғыдан жиналған бір қыжыл бар болатын. Ол ешкімнің көзіне түспей, бір бұрышта тыныш отырған. Алайда көңіліндегі толқындар тыныштық бермей, ақыры домбыраға қол созды. Домбыраның алғашқы күмбірлеген үні естілгенде, жиналған жұрт тынышталып, бәрінің назары Кенжегүлге ауды. Әрбір шерткен күйі, жанның ішкі үні, әрбір сазы, жүрегіндегі мұң мен сағыныштың әуені болды. Қонақтар да, туыстар да оның бұлай күй тарта алатынын білмеген. Әсіресе Аманжолдың көзі жанып, түсі өзгерді. Жаңа құдаларының алдында өзін әупірімдеп әрең ұстап тұрса да, ішінен қайнап, шыдамы таусылып бара жатты. Кенжегүл күйді тоқтатпай, терең сезімге бөленіп, домбыраны одан сайын шеберлікпен шерте берді. Оның жан дүниесіндегі ауырлық домбыраның үнімен шығып жатқандай еді. Аманжол үшін бұл сәт өзіне деген қарсы шығу сияқты көрінді. Бірақ Кенжегүл үшін бұл бұндықтың бір шағы болатын.
Күй аяқталған соң Кенжегүл көпшіліктің алдына шығып қоңыр даусымен халық әнін әуелете жөнелді. Ән де оның шерлі көңілін айқындап тұрды, әрбір сөзі жүрегінен шыққандай болды. Тойға жиналғандар Кенжегүлдің өнеріне риза болып шапалақтарын аямай соқты. Қонақтар бір-біріне таңданыс білдіріп, оның әні мен күйін мақтап жатты. Аманжол іштей ашуланып, бірақ сырттай ештеңе сездірмеуге тырысып, жаңа құдасына жылы сөз айтып, өзін бақылауда ұстауға мәжбүр болды. Ал Кенжегүл болса, өзінің бұл әрекеті арқылы тек өнер емес, ішіндегі ауыр жүктен аз да болса арылып, өзін еркін сезінгендей болды. Той аяқталып, қонақтар үйлеріне тарай бастаған кезде, Аманжолдың ішіндегі ашу оттай лапылдап тұрған еді. Ол бұл күнге дейін өз ішіндегі ызаны іште ұстап келсе де, бүгінгі Кенжегүлдің еркіндігі оған ауыр тиді. Қарындасын ұзатып, өзінің абыройы барда, Кенжегүлдің батыл әрекеттері оны өзінен айырып жібергендей болды. Түннің бір уағында Аманжол Кенжегүлге қатты зілмен қарады. Кенжегүл оның көздерінен жай ғана ашуды емес, жауыздықты көрді. Ол бір сәтке қимылдай алмай қалды, бірақ Аманжол оған бірден жақындап, шашынан қатты тартып, үйдің бір бұрышына сүйрей бастады. Қарсылық білдіргенімен оның күші ерінің ызасын басуға жетпеді. Кенжегүл жанып жатқан ошақтың қасына келіп, Аманжолдың қолындағы ыстық көсеуді көрді. Ауыр тыныс алып, дірілдеген дауыспен: «Неге? Не үшін?» деп сұрады ол, бірақ жауап болмады. Аманжол өзіне келген сөздерді тыңдамады. Оның қолына ұстап тұрған көсеуі әбден қызарған, ошақтың жалынымен бірге өртеніп жатқандай еді. Кенжегүл шарасыз күйде тұрып қалды. Аманжол көсеуді оның аузына жақындатқанда, бір сәтке оның көздерінен жалынышты бірдеңе байқалып қалды. Бірақ ешкім оны тоқтатуға келмеді. Ыстық көсеу Кенжегүлдің аузына тиіп, денесі күйіп бара жатқандай сезілді. Қайғының даусы шығып, бар әлем тоқтап қалғандай көрінді. Кенжегүлдің жан даусы шығып, қиналысымен барлығы біткендей болды. Аманжолдың ашуы тіпті өшпегенімен, осы әрекеті арқылы өзін бір сәтке сабырға шақырғандай болды. Ол байғұс әйелді өзімен қалдырып, ошақтың жанынан алыстап кетті. Кенжегүлдің жүзі, тәні күйікке айналғанымен, ішкі жарақаты одан да ауыр еді. Бұл түн Кенжегүл үшін ең ауыр түн болып қала берді. Сол қорқынышты түннен кейін Кенжегүлдің өмірі мүлде өзгерді. Күйік салдары оның бетінде ғана емес, жан дүниесінде де терең із қалдырды. Ол сөйлей алатын еді, бірақ сөздері бұзылып, түсініксіз дыбыстарға айналды. Аузындағы күйген тыртық оның әр сөзіне кедергі келтіріп, адамдармен қарым-қатынасы үзіліп қалғандай болды. Тек жандағы туыстары мен балаларына ишаратпен ғана түсіндіре алатын. Бірақ ешкім оның жүрек түкпіріндегі азабын түсіне алмады. Кенжегүлдің өмірі ауыр бейнетпен өтті. Ол өзін тірі өлік сияқты сезінді, өйткені бұрынғы өмірінен ештеңе қалмады. 30-ға енді толса да, қатты қажығаны соншалық, жүзінде қартайған адамның белгілері пайда бола бастады. Жыл сайын бала туып, үлкен үйдің бар ауыртпалығын өз мойнына алды. Күйеуінің қатыгездігі жалғасқанымен Кенжегүл енді қарсылық білдіре алмады. Әр күнін үнсіз өткізіп, тек балаларын асырау үшін өмір сүруге тырысты. Жылдар өте Аманжол өмірден өтті, бірақ Кенжегүлдің жаны босап қалған жоқ. Оның өмірінде үлкен жарақат қалды. Ол жара ешқашан толық емделмеді. Аманжолдың жоқтығы да оған жеңілдік әкелмеді, өйткені оның ізі өмірінің әр сәтінде байқалып тұрды. Қазіргі таңда Кенжегүл қартайған әжеге айналды. Оның ұл қыздары, немерелері бар. Өзінің тағдыры қайталанбасын деп ән айтуға да тыйым салды. Балалар мен немерелеріне қатал ана, қатал әже болып көрінгенімен, оның жүрегі тереңде мейірім мен сағынышқа толы.